Сәлем. Бүгін біз сіздермен минимализм туралы айтамыз. Соның ішінде қазақша минимализм ол қалай болады? Жалпы минимализм сөзі бұл өте терең мағынаны білдіреді. Әрбір нәрсені экологично тұтыну жалпы өмірдегі балансты білдіретін ұғым болып саналады. Минимализм біздің өмірімізге керек ақ деп санаймын. Өйткені біздің өмірімізде өзімізден басқаның бәрі көп. Көп стресс, көп тамақ, көп киім, көп дүние, көп түрлі қарым-қатынастар. Яғни минимализм ол тек қана материалдық тұрғыда болмайды. Қарым-қатынастағы минимализм деген тоже бар. Әлеуметтік желіде көп отыру, көп покупка, көп ТРЦ-лар, көп ақша жұмсайтын жерлер деген секілді. Мұның барлық адамның энергиясын алады екен. Өйткені 90% көзбен ақпарат қабылдасақ, миымыз мысалы көп нәрсені көрген кезде тезірек шаршайды. Мысалы, комнатада қарапайым түрлі нәрселер шашылып жатса, уже соған қарап отырып өзіңнің миың шаршап кетеді ғой. Дәл сондай нәрсе. Дәл осылай біздің өміріміздегі көп нәрселер біздің көп энергиямызды, уақытымызды алады. Қарапайым, мысалы, заттарыңыз көп делік, сіз оны жинауға көп уақыт жұмсайсыз, көп энергия жұмсайсыз, және оларды сатып алуға да өзіңіздің қаржыңызды жұмсадыңыз делік. Негізі минимализм түрлі сферада болады деп айттым. Соның ішінен біз бүгін 3 маңызды бағытты алып қарастырамыз. Осы 3 бағыттан бастап өзіміздің бір салауатты, саналы тұтынуды қалыптастырсақ болады. Ең бірінші гардероб деп айтайық. Минимализмді бастайтын кез келген адам осы өзінің шкафынан бастау керек. Яғни қажет емес киімдер, ескі киімдер, біреуден алған киімдеріңіз, который сізге ешқандай эмоция сыйламайтын, өзіңізге ұнамайтын, кимейтін киімдеріңіз, жалпы бір жылдай кимеген киім, ол уже киілмейтін киім деп айтылады. Сондықтан да бір сортировка жасасаңыз болады. Бұл жерде маңызды ереже өзіңізге қажет деген нәрселерді бәрін тазалаймын деп бәрін лақтырып тастаудың қажеті жоқ. Өйткені мысалы кейін оны қайтадан сатып алуға тура келуі мүмкін. Ондай нәрселерді біз былай жасауға болады. Бірінші, мысалы, сіз ең керек емес деген нәрсеге бөлесіз өзіңіздің қажет емес киімдеріңізді. Ең қажет емес, ең ұнамайтын, ең кимейтін нәрселер. Мысалы, мен арықтағанда кием, толғанда кием деп сақтап қойған киімдер болуы мүмкін, немесе ескі киімдер, жаңа айтқанымдай, ең керек емес, мүлде кимейтіндер деп бөлеміз. Екінші, мен мүмкін киіп қалуы мүмкін, бірақ лақтыруға да қимай тұрмын деген киімдерді бөлек бір жинақ қойсаңыз болады. Оны әзірге жоймайсыз, бірақ уақыт өте келе ол сізге шынымен керек па, керек емес пе анықтап уже жоюға болады. Үшінші бөлік кәдімгідей маған керек киімдер. Негізі адамдар былай жасаймыз, біз шкафымызда 80-70% киім почти киілмей тұрады. Біз барамыз, тек қана 20%-ін қайталап кие береміз. Сондықтан да басқа 70% киімді қайтадан тазалауға, оны мезгіл сайын деп, оны қайтадан жинап, уақыт кетірмес үшін, энергия кетірмес үшін, ондай киімдер сатып алуға ақша кетірмес үшін оларды реттегеніміз дұрысырақ болады. Яғни ең бірінші, ең көп нәрсе бізде не? Ол киім, ол дүние, өзіңіздің киіміңіз, ата-анаңыздың киімі, балаңыздың киімі, күйеуіңіздің киімі деген сияқты барлығын ретімен жинауға болады. Екінші нәрсе кухня деп айтатын едім. Әйел адамдарға өте жақын нәрсе. Өйткені біздің кухнямызда да бір порядок онша қатты дұрыс емес болуы мүмкін. То есть пластик ыдыстар, силиконовый тамақ пісіретін нәрселер, зияны бар, которые минимализм деген ол тек қана барлық нәрсені азайтып тастау дегенді білдірмейді, ол зиянды нәрседен құтылу дегенді білдіреді. Сондықтан да барынша экологичный түрде біртіндеп ауыстырсаңыз болады. Жаңа түрлі тәрелкелер, ескі сынық ыдыстар, осылардың барлығынан құтылсақ болады. Және де сізге ең қажетті, ең жақсы қолданатын ыдыстарыңызды қалдырсаңыз болады. Негізі бізге бір сковородка, 2-3 кастрюля жетеді да негізінен. Біз мысалы қызығып ала беруіміз мүмкін. Оның барлығы жаңа айтқанымдай уақытыңызға, энергияңызға және қалтаңызға тиеді. Сонымен қоса кухняға келгенде тамақтағы минимализм туралы айтуға болады. То есть, мысалы, бір рет қолданатын нәрселерді үлкен упаковкада алған онша экологичный емес. Мысалы, соевый соус деген нәрсе, тағы білмеймін, көп етіп аласыз, бірақ оны тек бір-екі рет қана қолдануыңыз мүмкін. И ол сіздің холодильнигіңізде тұрады жылдап. Ондай нәрселерді шама келсе кішкентай упаковкамен алған дұрыс, және де тез қолданып тастайтындай. Көбінесе біз тамақты көп аламыз, и ол тамақты көп жасаймыз, және де артық қалып жататын кездер көп, қалалық жерде тұратын адамдарға. Сондықтан да тамақтануға да, тамақ алуға да бір минималистік көзқарасты енгізген пайдалы болып келеді. Бұл бізде ысырапшылдықты да
жоюға көмектеседі. Холодильникті, жаңағы кухонный гарнитурыңызды, ыдыстарыңызды, тамақтарыңызды бір саралап көріңіз, анализ жасап, қай жерге сізге минимализм керек, сол жерге енгізсеңіз болады. Бастысы барлығын өзіңізге ұнайтындай қылып жасау. Үшінші нәрсе косметика және канцелярия деп айтатын едім. Кеңсе заттары. Косметика дегенде, мысалы, енді ол әр адамның өзінің қалауына байланысты болуы мүмкін. Бірақ мен айта аламын, бір рет қолданылатын маскалар, одан кейін жаңағы патчи, көздің астына қоятын дейді, тағы бір нәрсе, который сіз аласыз, бір қолданып лақтырып тастайсыз деген сияқты. Ол онша экологичный болмауы мүмкін, сондықтан бұл нәрселерді алып тастауға негізі кеңес беретін едім. Арзан косметиканы толтыра бермей, сапалы түрде бір 2-3 бір жақсы крем, бір жақсы сыворотка алып деген сияқты соны ғана қолдану. Бұл да бір минималистік көзқарасқа жатады. Ал енді сіз декоративті косметика қолданбайтын болсаңыз, онда тіпті керемет, яғни тек қана уходпен шектелуге тоже болады. Бұл жерде енді мен особо айтатын нәрсем гель-лак, гель-лак, яғни маникюрдің үстіне гель жағу, лак жағу тоже минимализмге кішкене сай еместеу болып келеді, және де кірпік жабыстыру деген секілді нәрселер. Бұның барлығы біздің көзқарасымызда артық сияқты болып көрінеді, енді сіз үшін қалай көріңіз, Одан кейін мысалы әшекей бұйымдар тоже, мысалы бізге бір сапалы түрде екі сырға бір браслет жетуі мүмкін, бірақ бізде өте көп бижутерия болуы мүмкін. Қайсы сізге артық болып көрінеді, солардан құтылу пайдалы болып келеді. Одан кейін кеңсе заттары деп айтамыз ғой, кітап, блокнот, ручка деген нәрселер, блокноттар сізге қымбаттарын ғана сақтап, қажет емесінен арылу, және де бір блокнотты бітірмей жатып, басқа блокнот алмау деген сияқты ережелерді енгізіп қоюға болады. Ал кітапқа келетін болсақ, менің өзімде де кітап көп екенін анықтадық, және де мен өзім пайдаланған кітаптарды беріп тастаймын, немесе сатамын деген шешімге келген болатынмын. Өйткені бұрын ойлайтын кітап жинап қойған күшті деп, бірақ қазір ойлаймын, что бұл тоже кішкене экологичны болмауы мүмкін. Өйткені мен олардың барлығы артық зат сияқты болып көрінеді. Лучше мен оқып тастасам, оны басқа адамға беріп, өзінің миссиясын орындатқан дұрыс шығар деген ойға келдім. Барлық айтылған нәрселер сізге қалай удобно, солай жасаған дұрысырақ. Жалпы минималистік көзқарасты, минималистік тұтынуды өмірімізге енгізсек, негізі көп энергия, көп ақша, көп уақытымызды үнемдей аламыз. Сондықтан да видео сіздерге ұнады деп ойлаймын, сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі видеода минимализм туралы сфераларға бөліп көбірек айтуға тырысамын. Егер сізде уже жасаған болсаңыз осындай нәрселерді, сізге ол қандай сезім берді, осылай артықтан арылған кезде қандай әсер алдыңыз, осымен пікірде бөліссеңіз болады.